Ассаламу алейкум достар. Осы видеода біз ВАЗ-2110 яғни десятка автокөлігіне сигнализация орнататын боламыз. Сигнализация бізде поштартпен, автозапускпен және де бесключевой доступпен. Осындай система қондырамыз. Бізде бұл жерде поштарт бар және де автозапуск бар. Бізде мынандай блоктан тұрады. Екі кілті бар, осындай бесключевой. Екі кілті бар. Поштарттың өзі, проводкалар бар, және де екі антенна бар. Бұл автозапустың бір ерекшелігі. Мұнда өзінің кестесі айту бойынша көліктен 1-2 метр алыстаған кезде көлік қауіптанады дейді, жақындаған кезде көлік ашылады дейді, және де автозапускысы бар екен. Поштарт осының барлығын осы көлікке орнататын боламыз. Алдымен көлікке орнатпас бұрын біздер көлікті тексеріп аламыз, центр замогын тексереміз. Көлікте міндетті түрде центр замок істеп тұру қажет. Біздің жағдайда центр замок қазір істемей тұр, тек қана бір есікті кілтеп тұр, қалғандарын кілтемейді. Ендігі кезекте мен не істедім? Бұл жерде өзінің ескі сигнализациясын тауып алдым. Бірақ ескі сигнализацияның пульті ештеңе жоқ екен. Сондықтан бұны шешіп тастаймыз. Содан кейін әр көлікте блок центр замогы деген бар. Центр замоктың блогын тауып алып, осы жерден біз басқаратын боламыз, яғни управление береміз ашуға және де жабуға. Центр замоктың блогы әр көлікте әр жерде тұрады. Осы жерден қазір тексеріп көрейін. Ашуға және жабуға бір проводтан келіп тұр. Десяткіде бұл ақ және қоңыр проводтар. Әр проводқа минус беріп көреміз. Мінекей бізде қазір есікті ашып тұр. Есікті ашып тұрған қазір қалай көреміз. Енді жабам. Жабылды, ашам. Жалпы центр замок жүйесі жұмыс істеп тұр. Бірақ та кілтпен кілтегенде центр замок жабылмайды. Бірақ та бізге осы жеткілікті, себебі біз осы екі управление проводтарына жалғанатын боламыз. Яғни бізде ол қоңыр және де ақ проводтар. Ашуға, жабуға жауап беретін проводтар. Осыға минус берген кезде барлық есіктер ашылады, болмаса жабылады. Біздің сигнализациямызды осы проводтарға жалғайтын боламыз. Достар, енді схема бойынша біртіндеп қарап өтейік. Бізде ең бірінші қоңыр провод біздің K10 деп тұр, яғни ол зажиганияға баратын провод. Содан кейін сарымыз біздің стартарға барады. Көгіміз ACC-ға барады. Black қара ол минусқа барады. Және де қызылымыз біздің батарей плюске барады, постоянно плюске барады. Осы проводтардың барлығын біз көліктің замок зажиганиясына жалғау керекпіз. Біздің жағдай тек қана ACC-міз жоқ. Ол дейтін ВАЗ автокөлігінде ACC деген болмайды. Ол иномаркаларда бірінші положение, андай магнитофонмен прикуритель қосылатын, аксессуар қосылатын положение. ВАЗ автокөліктерінде бұлар болмағандықтан бұл проводты біз алып тастауға болады. Қалғандарын плюсті плюске, минусты минуске, стартердің проводына, сарыны стартердің проводына және зажиганияға жалғау керек болады. Достар, подключение бастадық. Блокты мына жерге қойып қойдым. Мына жерде блок қойып қойдым. Қазір шығарып көрсетейін. Мінекей біздің блогымыз. Керек проводтарды бізде қызыл, қоңыр және сары проводтарды біздер схема бойынша бізде замок зажигания кетеді. Бізде мінекей 3 провод шығарып қойдым. Қызыл бізде постоянный плюс. Постоянный плюс бізде ВАЗдарда на розовый провод мына жақ бетіне жалғадым. Себебі мына жақ беті замок зажигания кетеді. Замок зажигания ауыстырған кезде
кедергі болмас үшін мына жақ бетке жалғадым. Қызыл постоянный плюс, сары стартер, қызыл провод және де қоңыр провод зажигание кетеді. Ол біздің көк қызыл проводымыз зажигание кетеді. 3 проводты жалғадық, вазға осы жеткілікті. Және де мына жерде бір проводты шығарып қалдырып кеттім, қара. Ол минус, яғни массаға кез келген кузовтың бөлігіне жалғауға болады. Қазір осы біз автозапустың питаниесін жалғанып жатыр. Содан кейін мына штекерге қалған бөліктерді жалғайтын боламыз. Біздер мына бірінші штекерді жалғадық, енді келесі штекерді жалғаймыз. Ең алдымен қазір мен центр замокты жалғағым келіп тұр. Бізде мінекей lock line, unlock line, яғни екеуі центр замокқа кететін провод. Бізде бұл ақ және ақ қара центр замокқа кетеді екен. Бұл жерде сигнализация бізде минуспен басқарылады, яғни минус шығарады екен тек қана. Бізге как раз сол минус керек, себебі біздің блогымыз, центр замок блогы ашуға және жабуға мана көрсеткен, бұларда минуспен де басқарылады. Біздің проводымыз ақ және ақ қара проводты қазір тексеріп көрейік. Ақ және қара проводты қазір тексеріп алайық. Минус шығу керек істеген кезде, ашып жапқан кезде. Қазір ашқанда бізге ақ қараға минус келіп тұр. Енді сигнализацияны жапқан кезде аққа минус келу керек. Екеуінен минус шығып тұр. Осы екі проводты, ақ қара проводты біздер блок, центр замоктың блогына ашатын және жабатын қоңыр және ақ проводқа жалғау керек болады. Болды. Стоп. Центр замоктың проводтары сигнализацияның ағын центр замоктың блогының қоңырына жалғадым. Сигнализацияның ақ қарасын блоктың ағына жалғадым. Енді тексеріп көреміз. Қолымызда центр замок жұмыс істеу керек. Ашамыз. Барлығы істеп тұр. Келесі бізде мына штекермен біріншісі pink розовый біздің сигналға кетеді, яғни клаксон шиқылдайтын. Оны капоттың астына жібереміз. Содан кейін қоңыр қара проводымыз foot brake, яғни тормоз басқан кезде плюс шығатын проводқа жалғау керек. Оны қайдан табамыз? Біздер тормоз педалінің астында лягушка бар, содан плюс шығатын жерден жалғауға болады. Болмаса біздің жағдайда мен мына жерден тауып алдым, жақын жерден. Мына блок предохранительдің артыңғы бөлігі бірінші, екінші штекердің екінші қатарының екінші проводы, яғни біздің провод мінекей. Екінші қатарының екінші проводы бізде істетірші. Дәл осы істе. Тормоз басқан кезде бізде плюс келетін провод, яғни қазір мен тормоз басам. Плюс келді. Осы проводқа мен қоңыр қара сигнализацияның проводын жалғадым. Енді бізде жасыл провод есіктің концевигіне жалғанады. Есіктің концеви дегеніміз мынау кнопка. Есіктің ашқан жапқанын көретін кнопка. Бұл жерде бізде борт компьютерде барлығына ортақ провод бар. Ақ қара провод соған жалғап қойдым. Достар, бұл жерде барлығына ортақ проводқа жалғамай-ақ қойыңыздар, себебі әр есікке бөлек жалғаған дұрыс болады. Ортақ проводта задержка бар. Енді кезекте бізде ручник, көк проводты ручникке жалғау керек. Оны жалғау үшін біздер панельдің артынан проводынан жалғаймыз. Ручникке тартпай панельден алуға болады. Ручниктің проводы бізде ақ штекердің қоңыр көк проводы, ручниктің проводы. Сигнализацияны орнатып болдық. Бұл жерде бізде багажниктің проводы бізде міне көк қара провод минус шығады екен. Сигнализациядан, яғни минуспен басқарылады. Ал кнопка багажник плюспен басқарылады. Сол үшін реле арқылы жалғадық.
Содан кейін алға клаксонға дауыс шығатын колонкаға клаксон дейді. Сол плюспен және минуспен басқарылады. Бізде минуспен басқарылып тұрды. Біз плюске өзгерттік. Ол үшін блокты ашамыз. Блокты ашып, ішінде мынандай перемычка болады. Перемычканы былай ауыстырамыз. Сол кезде плюспен басқарылады. Былай тұрғанда минус, міне минуста тұр. Былай қойсақ плюске басқарады. Сол кезде проводтан плюс шығады да, екінші жағында, клаксон екінші жағында бізде минусқа жалғап қойдық. Қазір соны көрсетіп жіберемін. Содан кейін автозапуск басында көлік оталған жоқ. Бізде мына жерде ақ проводымыз бұл жерде көрінбейді екен. Онда зажиганияға жалғау керек екен. Ақ проводты зажиганияға жалғадық. Басында тек қана қоңырды жалғаған болатынмын. Содан кейін көлік оталған жоқ. Содан кейін мына біздің ақ проводты да жалғадық. Сонымен солай барлық подключениені орнаттық. Енді көлікті тексереміз. Мысалы бізде көлікті құлыптау, ашу, багажникті басып ұстап тұрамыз. Багажник бізде ашылды. Көлікті оталдырамыз. Көлікті оталдыру үшін тормоз міндетті түрде басу керек. Көлігіміз оталды. Сөндіру үшін де тормозды басу керек. Содан кейін мінекей клаксон бізде мына жерге орнатылды. Қара проводы минуста, ал қызыл проводын біз ішке жалғадық. Біздің розы проводқа. Енді және де айта кететін нәрсе, бізде антенна бар. Антенна схема бойынша антенна тұр. А, Б фронт және рер. Яғни алдыңғы бөлікке және артыңғы бөлікке қондырылатын антенна өзінің штекерімен келеді жанына. Сол антеннді алдыңғы бөлікте лобовойға былай қойдым. Және де артыңғы бөлікте лобовойға осылай двухсторонний скотчпен жалғап қойдым. Ол не үшін? Антенна бізде көліктен алыстаған жағдайда, 1-2 метр алыстаған жағдайда көлік құлыптану үшін. Енді көлігімізден алыстаған уақытта құлыптанады ма, құлыптанбай ма, соны тексерейік. Пульттен ары қарай барамыз. Ары қарай бара балам. Ан жаққа бар. Енді көлік тексереміз. Ана жаққа бар. Алыста. Көліктен алыстадық. Шамамен енді 2-3 метр алыстаған кезде көлігіміз құлыптанды. Енді мұнда кел балам. Кел. Мына балам жақындады. Көлігіміз осылай ашылды. Өте ыңғайлы. Яғни пультті қалтамызға салып аламыз. Көліктен алыстаған уақытта біздің көлігіміз құлыптанады. Яғни иномарка сияқты ғой, ешқандай жаңағы біз кілтті ұстамау үшін алыстады. Жақындаған кезде көлігіміз ашылды. Отырдық, тормоз есікті жаптық, тормоз бастық, push-start бастық, көлік оталды болды. Сол сияқты және тормоз басқан уақытта, бұл сигнализацияның ерекшелігі, тормозды басқан уақытта сигнализациямыз құлыптанып қалады екен. Содан кейін көлікті өшірген уақытта центр замок кері ашылады. Мінекей осылай, егер осындай сигнализация қондырғанымыз ұнап жатса, каналға тіркеліп, комментарий жазып кетейік. Енді автозапускты тексеріп көрейік. Есік қазір құлыптанып тұр. Басып ұстап тұру керек сияқты. Басып ұстап тұрдық. Зажигание қосылды. Көлік оталды. Көлік оталып тұр.
Сонымен достар, есіктің концевигін жалғаған кезде барлығына ортақ бір проводқа жалғамай қойыңыздар. Себебі ол проводта задержка, яғни кешігіп жұмыс жасайды. Керісінше әрбір 4 есікке бөлек-бөлек қондырған, яғни жалғаған жөн болады. Ол 4 проводтың барлығы борт компьютерға келіп тұр. Тек қана диодты қолданасыз. Және де бұл сигнализацияның бір минусы, сигнализация көліктің оталғанын көрмейді, яғни майға, тахометрге жалғанбайды. Сондықтан көліктің оталғанын көрмегендіктен автозапуск кезінде стартерді 2-3 секунд артық айналдырады. Достар, видео ұнап жатса комментарий, лайк басып, достарыңызға осы видеоны таратып кетіңіздер.